Баршаңызға сәлем. Бір стакан айран мен бір стакан вареньеден жасалатын керемет пирогтың жасалу тәсілін сіздермен бөліспекшімін. Ол үшін мені видеоның соңына дейін көруіңізді сұраймын. 2 дана жұмыртқа мен 1 стакан қантты миксердің көмегімен көпіртіп аламыз. Достар, кез келген вареньені қолдануларыңызға болады. Жұмыртқа мен қантымыз міне осылай әдемі көпірді. Енді үстіне 100 грамм май құйып, тағы да миксерлеп аламыз. Бес-алты секундтан кейін 1 стакан айранымызды салып, тағы да миксерлейміз. 5-6 секундтан кейін 1 стакан вареньемізді салып, тағы араластырамыз. Дайын болған сұйықтығымызға 1,5 стакан ұн, 1 чайный ложка қопсытқыш және қасықтың ұшымен сода және 1 шай қасық ванилин салып, ұнымызды ақырындап миксермен араластырамыз. Ұн шашырап кетпеу керек жан-жаққа. Достар, егер де менің каналым ұнап жатса, маған тіркелуді, лайк басуды және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Мен сіздермен өз каналымда құпия рецептермен тез және оңай жасалатын рецептермен бөлісетін боламын. Мен сіздерді өз каналымда күтемін. Сұйықтығымыз дайын болды. Оны алып тындырамыз да майланған тапамызға тестамызды салып құямыз. Қызып тұрған духовкада 180-170 градуста пісіріп шығарамыз. Тапамызды осылайша тегістеп, тестамыз бірыңғай болу керек. Сол үшін тапаны былай-былай сілкілеп алуларыңызға болады. Пирогымыз дайын болды. Дайын болған пирогымызды сәндейміз. Қант ұнтағын сеуіп, сәндеуге болады. Немесе үстіне жеміс-жидектер қойып, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша сәндеулеріңізге болады. Бұл пирог сіздерге ұнайды деген ойдамын. Пирогымызды кесіп, дастарханға тартуларыңызға болады. Өте жұмсақ, керемет пирог. Сіздерге де кеңес беремін осындай пирогтар жасап көрулеріңізге. Келесі видеоны өткізіп алмау үшін подписаться батырмасын басып, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен сіздер өз каналымда күтемін.